Жолда қабылдау республикалық акция кезінде азаматтар өздерінің шұғыл мәселелерін шешу үшін тікелей ешқандай алдын ала жазылусыз құзырлы орган өкілдеріне жүгініп, көкейкесті сауалдарын қоя алады. Арнайы жасақталған мобильді топ таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін екібастұздықтар үшін жұмыс істейді. Сегодня у нас проводится. Бүгін бізде жолда қабылдау республикалық акциясы өтіп жатыр. Өнер мәдениет орталығының алаңында тұрмыз. Акцияның негізгі мақсаты тұрғындармен бетпе-бет жүздесіп, олардың сұрақтарына тікелей жауап беру. Сондай-ақ тұрғындардың үйден шықпай-ақ ОП.Екібастұз Инстаграмдағы ресми аккаунтында өткізілетін полиция басқармасы бөлімшелерінің басшыларының қатысуымен тікелей эфир кезінде өз сұрақтарын қоюға мүмкіндігі бар. Эфир уақыты сағат 11:00-де. Мамандар тұрғындарды автокөліктерді тіркеу, көлік құралдарын заңдастыру, жүргізуші және жеке бас куәлігін алу, көші-қон заңдарына қатысты толық ақпараттандырып жатыр. Сергей Николаевич осы акцияны пайдаланып, қаруды сақтауға рұқсатты ұзарту мәселесіне қатысты тікелей жауап ала алды. Очереди нет, никого нет. Бір жақсысы адам аз, ұзын сонар кезек жоқ. 5 минуттың ішінде өзімнің мәселеме қатысты жауап алдым. Жолда қабылдау республикалық акциясы ертең халыққа қызмет көрсету орталығының алаңында жалғасады. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.